Маңғыстау облысының аумағы ұлғаяды. Аймақ шекарасына Каспий теңізі акваториясына дейінгі 721 мың гектар жерді қосу жоспарланып отыр. Аталған ұсыныс мемлекеттік нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланды. Бұл тапсырманы үкімет басшысы былтыр өңірде жасаған сапары барысында берген. Қаулы жобасы әзірге ашық талқылауға болады. Жаңа құжатқа сәйкес қабылданған өзгеріс облыстың экономикалық дамуына, теңіздегі инфрақұрылымды жақсартуға ықпал етпек. Теңіз жағалауындағы теңіз вокзалы деп айтылады мысалға да. Сосын мынандай жаңағы кейбір су тұтынатын заводтар үшін солардың су соратын каналдары, трубалары деген. Оларды беру үшін бізге теңіз ішінен жер беру мүмкіндігі болу керек. Қазіргі кезде ол жер мысалы Маңғыстау облысының әкімшілік аумағына берілмегендіктен Маңғыстау облысының әкімшілігі ол жерді беруге құқығы жоқ. Қазіргі кезде бізде ол порталда жарияланды, оның мерзімі өтті. Халық тарапынан, тұрғындар тарапынан теріс көзқарас қолдап отыр. Тек кейбір енді техникалық сұрақтары бар, оларына біз жауап бердік.